Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 3-ші сыныптың соңғы тақырыптарын талқылайтын боламыз. The title of the lesson, Grammar Check. Exercise 1. Look, read, and the number. Бірінші жаттығуда сөйлемдер мен суреттерді сәйкестендіру қажет. She's flying a kite. Яғни ол батпырауық ұшырып жатыр. Бірінші сөйлем She is tidying her room. Ол бөлмесін тазалап жатыр. Яғни бұл бізде F суретімен сәйкес келеді. He is watching TV. Ол теледидар көріп жатыр. Бұл бізде D суретімен сәйкес келеді. Үшінші сөйлем She is picking flowers. She дегеніміз қыздарға айтылады. Яғни ол гүл теріп жатыр. Яғни біз қызды қараймыз. Бізде гүл теріп жүрген қыз C әріпіндегі суретпен сәйкес келіп тұр. Төртінші сөйлем He is eating an ice cream. Яғни ол балмұздақ жеп тұр. Бұл E әріпіндегі суретпен сәйкес келеді. Бесінші сөйлем He is fishing. Ол балық аулап жатыр. Бұл жерде B әріпіндегі сурет сәйкес келеді. Exercise 2. Answer the questions. Сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Бірінші сұрақ What do you like doing in your free time? Бос уақытыңда немен айналысқанды ұнатасың? I like reading a book in my free time. Мен бос уақытымда кітап оқығанды ұнатамын. Where did you go last Saturday? Өткен жексенбіде қайда бардыңдар? I went to the zoo park last Saturday. Өткен жексенбіде мен зоопаркке, яғни хайуанаттар бағына бардым. The third question. What's your favorite season? Сіздің сүйікті жыл мезгіліңіз қандай? My favorite season is summer. Менің сүйікті жыл мезгілім жаз. Егер қысты ұнататын болсаңыз, My favorite season is winter is. Ал көктем болса, My favorite season is spring деп жауап бересіздер. The first question. What's there in your neighborhood? My neighborhood is a school. The fifth question. What's your favorite number? Бесінші сұрақ. Сіздің сүйікті саныңыз қандай дейді. My favorite number is 7. Менің сүйікті саным 7. Өзіңіздің сүйікті саныңыз басқа болса, онда сол санды жазуларыңызға болады. 6 немесе 8 деген сияқты. Айтпақшы достар, сабақ ұнаса, подписаться батырмасын басып, лайк басып қойыңыздар. Exercise 3. Look, read, and write. One word answers. Үшінші жаттығуда қараңыз дейді, оқыңыз және бір сөзді жауап жазыңыз. Яғни бұл жерде сурет берілген, сол суреттерге сәйкес жауаптарды жазу керек. Жоғарыдағысына қарасаңыздар, бір сөзді жауапты мен іліп қойып қойдым. Ал енді мен сөйлемді толығымен сұраққа жауап беру үшін төмендегідей етіп жауаптарын жазып қойдым. Суреттің астындағы сұрақтарға назар аударайық. Where are the children? Балалар қайда? The children is playing at the park. Балалар бақшада ойнап жатыр. Бірінші сұраққа қарайық. What's the weather like? Ауа райы қандай? The weather is hot and sunny. Ауа райы күн шуақты және ыстық. Екінші сөйлем. What's the boy doing? Бала не істеп жатыр? The boy is riding a bike. Бала велосипед теуіп жатыр. Үшінші сұрақ. What's the girl doing? Қыз не істеп жатыр? The girl is flying a kite. Қыз батпырауық ұшырып жатыр. What's mom doing? Мамасы не істеп жатыр? Mom is sleeping under the tree. Мамасы ағаштың көлеңкесінде ұйықтап жатыр. What's the dog doing? Иті не істеп жатыр? The dog is running. Ит жүгіріп жатыр. Мінекей балалар, чекпойнтсты осындай етіп тапсырмаларды орындап шықтық. Дәл осы үлгіде өздеріңізде басқаша сөйлем құрап көріңіздер.
алла зейіндеріңізді ашып озат оқушы бола беріңіздер. Келесі сабақта кездескенше goodbye. Оқу жылы аяқталғанымен біздегі сабақтар жалғасын табады, Құдай қаласа. Алдағы уақытта ағылшын тілінен грамматикалық сабақтар салынатын болады. Арнадан алыстамаймыз.